Президенттік институт қашан қалыптасты? Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның президенті болып қай жылы сайланды? Нұрсұлтан Назарбаев өз еңбек жолын қалай бастады? Президент қоғамдық саяси билік жүйесінде қандай жетістіктерге қол жеткізді? Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес президенттің міндеттері қандай? Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес президенттің қызметі қандай? Осы сұрақтарға жауап берейік. Президенттік институт қашан қалыптасты? 1990 жылы 1 сәуірде Қазақ КСР президенті қызметін тағайындау және Қазақ КСР Конституциясына негізгі заңы, өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақ КСР-ның заңы қабылданды. 1990 жылы 24 сәуірде президент лауазымы пайда болды. Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның президенті болып қай жылы сайланды? Республика өз тәуелсіздігін жариялағаннан кейін мемлекет басшысын сайлау заңдылық. Осы мақсатта 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкіл халықтық президент сайлауы өткізіліп, халықтың бір ауыздан қолдауымен Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның тұңғыш президенті болып сайланды. Нұрсұлтан Назарбаев өз еңбек жолын қалай бастады? Нұрсұлтан Назарбаев Алматы облысы Қаскелең ауданына қарасты Шамалған ауылында 1940 жылы дүниеге келген. Еңбек жолын Қарағанды облысының Теміртау қаласындағы Казметаллургстрой трестінде қарапайым жұмысшы қызметінен бастады. Президент қоғамдық саяси билік жүйесінде қандай жетістіктерге қол жеткізді? Нұрсұлтан Назарбаев жас кезінен қайсар, қайтпас мінезімен, оқу мен еңбекке табандылығымен ерекшеленді. Ол алдымен Қазақстан магниткесінде жастар бірлестігінің жетекшісі болды. Кейін саяси қызметке араласты. 1984 жылы республика үкіметін басқаруға кірісті. Бұл қазақ тарихындағы өте күрделі, өтпелі кезеңнің алғашқы жылдары еді. 1989 жылы Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшылығына сайланды. 1990 жылы Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің сессиясында президент болып сайланғаннан кейін 1991 жылы бүкіл халықтық сайлау барысында толық қолдауға ие болды. Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес президенттің міндеттері қандай? 40 бап. 1. Қазақстан Республикасының президенті мемлекеттің басшысы, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғары лауазымды тұлға. 2. Республиканың президенті халық пен мемлекеттік билік бірлігінің, Конституцияның мызғымастығының, адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі. 41 бап. 2. Республика президенті болып тумысынан республика азаматы болатын 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, әрі Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын республика азаматы сайлана алады. Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес президенттің қызметі қандай? 42 бап. 1. Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына кепілдік беруге, Қазақстан Республикасы президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін деп халыққа ант беріп, өз қызметіне кіріседі. 43 бап. 1. Қазақстан Республикасы президентінің өкілді органының депутаты болуға, өзге де ақы төленетін қызметтерді атқаруға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқығы жоқ. Қорытындылай келе, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президент болып тағайындалуымен Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының бағыт-бағдарын айқындап берді.